Şapalar. Mınau qanday aspap? Dürüst. Bu bizden ata-babamızdan qasiyetli asbabı. Bunu dombra deydi. Dombra iki bölükке bölünеді. Birinci kevdesi, ikinci moyni. Tushundinglar mi? Mınau nesi? Kevdesi, mınau moyni. İki şegi var. Mana mınau iki şegi dombraның. Tushundinglar mi? Mana домбырада да құлақ болады. Мынау екеуі домбыраның құлағы. Көрдіңдер ме? Домбыраның шектерін дұрыстап күйге бұрайтын құлақтары. Түсіндіңдер ғой. Ал енді мынау домбыраның екі шегін ұстап тұратын тиегі. Үлкен тиегі, мына жерде кішкентай тиегі болады. Түсіндіңдер ғой. Екі тиегі бар мына домбыраның. Мынау домбыраның дыбыс шығатын тесігі ортасында. Міне. Көрдіңдер ме? Ал енді мыналардың бәрі кішкентай басқыштар. Бұл домбыраның пернесі. Түсіндіңдер ме? Енді сұрайын. Балалар, домбыра екі бөліктен тұрады. Тағы да қайталайын. Мынау кеудесі, мынау мойны. Мынау құлағы. Жарайсыңдар. Мынау ішектері. Мынау домбыраның шектері ұстайтын үлкен тиегі. Мынау кіші тиегі. Мынау пернелері домбыраның басқыштары. Көрдіңдер ме? Ал. Енді балалар қазір келіншек күйін тыңдаймыз. Халық күйі келіншек. Тынышқа, тыныш. Халық күйі келіншек. Тыңдаңдар балалар.